Ан'ам сүресі 70-ші аят. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва зарил лазина тахазу динахум ла'ибан ва лахван ва гарратхумул хаятуд дуnya. Өз діндерін ойын сауыққа айналдырғандарды таста, оларға көңіл аударма. Оларды бұл жалған дүние алдатты деп айтып отыр Алла Тағала. Яғни бұл дүниеге алданып, діндерін ойын сауыққа мазақ қылуға айналдырғандарды таста, оларға көңіл аударма. Қазіргі осы уақытта да біз көріп отырмыз, неше түрлі адамдар дінімізге тиісіп жатыр. Біреулер сахабаға тиіседі, Құдай сақтасын, біреулер Алла елшісіге тиіседі, саллаллаху алейхи вассалам. Біреулер басқасын айтады, мазақтайды. Міне осының барын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла Тағала не деп айтып жатыр? Таста дейді, көңіл аударма бұларға. Қоя сал. Сен негізгі шаруамен шұғылдыр. Бұлар айта береді нәрсені. Оларға көңіл аударма. وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. Және Алладан басқа жәрдемші де, қолдаушы болмайтын күнде сен осы Құранмен ескерт, сол кезде адам істеген ісі себепті құрдымға ұшырайды дейді. Алладан басқа ешкім көмектеспейді ол күнде. Болысушы да жоқ, көмекші жоқ. Бірақ сен осы Құранмен ескерт, осындай бір күн келеді, Алладан басқа сіздерге ешкім көмектесе алмайды. Істеген күнәлар себепті құрдымға ұшырайсың. وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا. Тіпті дейді, сол нәпсі жан, сол қиямет күні, осындай бір қиын сәтте қолындағы бүкіл нәрсені пида етіп жіберсе де, ол пидасы қабылданбайды. Бұл дүниеде біреулер мысалы пара беріп құтылады, біреу таныс арқылы құтылады, біреу дүниесі арқылы құтылады, бірақ ол күнде не берсең де алынбайды дейді. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا. Олар істеген күнәлар себепті құрдымға ұшырады дейді олар. Лахум шарабун мин хамим. Оларға өте қатты ыстық, оларға әзірленген бір сусындар бар. Яғни ол сусынды ішкеннен кейін бүкіл ас қазаны болсын, ішек қарны барлығы жарылып кетеді. Ва азабун алимун бима кану якфурун. Және көпірлік еткен себепті не бұл оларға күйзелтуші азап дейді Алла Тағала. Яғни Алла Тағала қорқытып жатыр. Қиямет күні осылай дінді мазақтасаң, дінге қарсы шықсаң, азабын осындай болады дейді. Оларға мән берме, көңіл аударма дейді Алла Субханала Тағала. Сол үшін енді кей кезде болады, қарап қаламыз, оқып қаламыз, жүрегіміз ауырады, ойланып жатамыз. Жоқ, ол шайтанның уасуасы сияқты, оған мән берме дейді. Ол өзі айтады да кетеді, онымен айналысатындар бар өзі. Шаман келсе бір жауап бер, бірақ ары қарай өзің кет дейді. Яғни мән берме дейді. Құлшылығында мән бер, маңызды нәрсені. Кей кезде біз осындай нәрсені қарап не істейміз? Негізді мақсатты ұмытамыз. Жұмысымыз дұрыс жүрмей қалады, немесе бала-шағаға көңіл бөлмей қаламыз. Жоқ. Немесе ойланып отырамыз сол нәрсені. Жоқ, керісінше сіз Құранды үйреніңіздер, хадистерді көбірек оқыңыз, керісінше. Дінге одан сайын қатты мән беріңіз. Оларға мән бермейді. Тіпті білеміз ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір сахаба келіп айтады, мен сондай бір жаман түстер көремін түнде дейді. Күніге басымды бір үлкен тас жарады дейді. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ондай кісілер не деп айтқан? Мән берме, бұл шайтан нәрсені уасуаса сені көңілін түсіру үшін да әдейі істеп жатыр. Мән берме, сол жаққа түкір, дұғаңды айт, керек болса 2 рәкат намазын оқы, болды. Мән берме, оған ағыры жүре береді дейді. Сол үшін өмірде әрдайым осындай бір адамдардың жаман сөздері болады. Әр нәрсеге біз мән бермесек бар, өмір сүре алмай қаламыз. Өмір сүре алмай қаламыз ары қарай. Қазір дүниеде тіл тигізбей нәрсе жоқ, жақсы нәрсе. Кез келген нәрсеге тіл тигізеді. Әрбір нәрсеге сол мән бере беретін болсақ, онда қалай бір мақсатқа жетеміз. Ол солай болады өзі. Сондықтан да осыған мән бермеу керек. Өкінішке орай осындай заманда біз де осы заманда көріп жатырмыз. Алла Тағала сақтасын. Тіпті кешегі күнде бір кісілер айтып жатыр да, енді бұл негізі тақырып бұндан бері бар тақырып. Мысалы бір кісілер Абу Хурайра деген радиаллаху анху сахабаны талқылап жатыр екен да. Ол қалай 3 жылдың ішінде 5000-нан артық хадис жеткізген дейді. Мүмкін емес қой, күліп отыр да оған. Логикаға сыймайтын нәрсе дейді. Біріншіден ол кісі 3 жыл болса да Алла елшісінің қасына саллаллаху алейхи вассалам, ол асхабу суффа дейді. Яғни ол кәдімгі тек қана соның өзін Алла елшісінің қасына болуға арнаған 3 жыл бойы. Ол аз уақыт емес негізі. Және де ол уақытта жалпы сахабалардың дәуіріндегі адамдар ол уақыттағы өлең, жаңағы жыр шумақтарды кәдімгі жатқа айтып бере беретін. Ол уақытта жаттау қабілеті мықты, жалпы көшпенді халықта бәрі мықты болады. Және де ең қызығы Абу Хурайра радиаллаху анху сол кезінде хадис жинақтарында келеді. Сол кезіндегі сол кейбір кісілер сол уақытта пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кейін сондай сұрақ қоятын: Абу Хурайра, сен қайдан осы көп хадисті айтасың дейді. Қайдан білесің бұл хадистерді деп. Сондай бір күмән салық сияқты келген да. Сол кезде Абу Хурайра радиаллаху анху былай деп айтқан екен: бүгін имам дейді,
қандай сүрені оқы деп сұрап қояды екен ана кісіге. Ана кісі намазда былай ойланып қалып білмеймін деп жауап береді екен да. Немесе ешнәрсе жауап бермейді. Сол кезде Абу Хурайра айтады екен, ал мен білемін дейді да, қандай сүре оқы. Яғни менің жаттау қабілетім мықты, сен тіпті қай сүрені оқы, имам оқығанын айтып бере алмайсың, ал мен оны білемін дейді да, менің жаттау қабілетім мықты дейді. Сондықтан да бұл сахабаларға білеміз ешқандай сөз тигізуге болмайды, біз оларға сенеміз. Сахабалардың барлығы олар әділ кісілер, ары таза, бізге дінімізді жеткізді. Және ол мүмкін емес нәрсе емес, сахабалардың ішінде хадистерді кәдімгідей жазған сахабалар болған. Сол үшін ондай нәрсеге мән бермеу керек. Вальхамдулиллахи раббил алямин. Раббана зидна илман нафиа ва ризқан тойиба ва амалан мутақаббалан. Аллаху акбар.